сөздікпен жұмыс, басқару құрылғысы, устройство управления, control unit, арифметикалық логикалық құрылғы, арифметикалық логическое устройство, arithmetic logic unit, жад регистрі, регистр памяти, регистр memory. Компьютер үш негізгі компоненттен тұрады. Олар процессор, жедел есте сақтау құрылғысы және ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары болып табылады. Жалпы біздің ақпаратымыз процессорға түскеннен кейін, яғни клавиатурада терілген кез келген мәліметіміз жадқа барып түседі. Яғни программада өңделеді, деректер алмасады. Осы процессор мен жадтың арасында айналып жүреді, және ол ақпарат процессорден жадқа келіп түседі, және керісінше сол жадтан ақпарат шығады. Жұмыс істейтін ақпарат екі түрге бөлінеді. Деректерді өңдеу бойынша командалар жиыны, яғни қандай да бір сурет болсын, мәлімет болсын, ақпарат болсын, бұларды өңдеу жұмысы арнайы программаның көмегімен жүзеге асырылады. Программа өңдейтін деректер өңдеуді екі блоктан тұратын процессор басқарады. Басқару құрылғысы және арифметикалық логикалық құрылғы болып табылады. Арифметикалық логикалық құрылғы арифметикалық және логикалық операцияларды орындайтын процессордың ортақ бөлігі. Яғни біздің ақпаратымыз процессорге түскен кезде барлық операцияларды орындайтын осы арифметикалық логикалық құрылғы болып табылады арнайы. Арифметикалық логикалық құрылғы регистрлерден тиісті логикалық схемалар бар сумматордан және орындалатын процессті басқару элементінен тұрады. Құрылғы оған деректерді жібергенде регистрлерде орналасқан айнымалылармен орындалатын операциялар аттарына сәйкес жұмыс істейді. Арифметикалық логикалық құрылғы әртүрлі математикалық және логикалық операцияларды бір құрылғыға біріктіреді. Басқару құрылғысы процессордың компоненттерінің жұмысын басқаратын блогы, бұл жад блогы, арифметикалық логикалық құрылғысы және енгізу, шығару құрылғылары болып табылады. Яғни біздің процессорге түскен кезде ақпаратымыз жадқа барып түседі, және арифметикалық логикалық құрылғылар бөлігінде олар өңделеді. Одан кейін енгізу және шығару құрылғылары арқылы ақпаратты енгізуімізге немесе шығара аламыз өңделген ақпаратты. Шығару құрылғысында командалардың есептеуіші деп аталатын арнайы регистр бар. Программа мен деректерді жадқа жүктегеннен кейін командалардың санауышына программаның бірінші командасының адресі жазылады. Басқару құрылғысы жадынан адресі командалар санауышында орналасқан жад ұяшығының мазмұнын оқиды, және оны арнайы құрылғы командалар регистріне орналастырады. Енгізу құрылғысынан келген ақпарат бірінші жадқа түседі, одан кейін арифметикалық логикалық ортада өңделеді, құрылғысынан арифметикалық логикаға өтеді, немесе басқару құрылғысынан тікелей жад құрылғысына өтетін болады. Регистрлер бұл екілік кодтар түрінде берілген ақпаратты жазуға, сақтауға, беруге және түрлендіруге арналған құрылғылар. Қолдану салалары жад құрылғылар, кідіріс элементтері, тізбекті кодтардың параллельді және керісінше түрлендіргіштері, сигналдардың сақиналы таратқыштары, функционалдық қасиеттеріне және схемалық іске асырылуына байланысты бөлінетін регистрлер жад регистрлері, жылжу регистрлері және әмбебап регистрлер болып. Жад регистрінің қызметі екілік кодты уақыт аралығында сақтау болып табылады.